Жиі кездесетін бүйрек ауруларының бірі бұл пиелонефрит. Пиелонефрит дегеніміз бүйректің астаушалары, тостағаншалары түбектерінің зақымдануымен сипатталатын инфекциялық қабынулық процесс. Инфекциялық деп тұрғанымызда оның туындатушы себебі инфекция, яғни бактериялар. Ең жиі кездесетіні бұл ішек инфекциялары, яғни эшерихия коли, энтерококктар, дисбактериозға алып келетін стафилококк, стрептококк және клепсиялар болуы мүмкін. Яғни бұлардың барлығы бүйрекке гематогенді, лимфогенді және ең жиі кездесетіні уриногенді жолмен келеді. Ол дегеніміз үрпі, қуық және несебағыр арқылы. Неліктен әйел адамдар бұл аурумен жиі ауырады? Себебі әйел адамдардағы анатомиялық жыныстық ерекшеліктер, яғни уретраның қысқа болуы салдарынан инфекциялың уретраға және қуыққа жылдам еніп таралуы. Пиелонефриттің клиникалық көріністері ең бірінші бел тұсының қатты ауырсынуы. Дәрігерге барған кезде де ұрғылау симптомы оң болады. Зәр шығару кезіндегі ауырсынулар, одан бөлек интоксикациялық белгілер, яғни температурасының көтерілуі, қалтырау, жүрек айну, құсу деген сияқты интоксикациялық белгілермен қатар аздап ісінулер де болуы мүмкін. Жүктілікте бүйректің зәр шығару жолдарының сонымен бірге орогемодинамикалық физиологиялық өзгерістер жүруіне байланысты жүкті кезек жиі ауырады. Себебі бірінші триместрден бастап бүйректің астаушалары, тостағаншалары, несебағарлар барлығы кеңейе бастайды. Екінші кезекте гормональды өзгерістер. Бұл кезде прогестерон гормоны жоғарылайды. Үшінші себеп несебағар. Жүкті кезде жатыр көлем ұлғаяды ғой, сол несебағарды басады. Сәйкесінше әйел адамдардың зәр шығаруы жиілейді, тіпті түнде де, яғни никтурия деп айтады, түнде зәр шығару, түнде де зәр шығару басталады. Яғни бұл қалыпты физиологиялық жағдай, жүктіліктен соң қайта қалпына келеді. Жүктілік кезінде эстрадиолдың, прогестеронның деңгейі жоғарылайды. Бұл кезде несеп жолдарының қабырғалары шамалы қалыңдап ісінеді, перистальтикасы баяулайды. Жатыр көлемі ұлғайып жатқандықтан қуықты, несебағарды басады. Уродинамикалық бұзылыстардың салдарынан бактерия бұрыннан ағзада бар болса, оны өршітіп пиелонефриттің дамуына септігін тигізеді. Сонымен қоса гормондық контрацептикалық дәрілер жүктіліктің әсеріне ұқсас болғандықтан контрацептиканы жиі қолданатын адамдарда пиелонефриттің дамуы 20 есе жиі кездеседі. Жүктіліктің бірінші және екінші триместрінде бүйректегі қан айналым жүйесі 50-80%-ке жоғарылайды. Шумақтық фильтрацияда жылдамдауына байланысты жүктілікте наруз бен глюкозаның зәр арқылы экскрециясы және сыртқа шығуы артады. Нәтижесінде жүктіліктің физиологиясы бойынша, яғни қалыпты жағдайда протеинурия және глюкозурия байқалады. Протеинурия деген зәрдегі белок деңгейінің жоғарылауы, глюкозурия деген глюкоза деңгейі жоғарылайды зәрдегі. Натрий мен судың физиологиялық кідіруі, яғни сыртқа шығуы баяулайды да, жүктіліктің соңғы кезінде аздап ісінулер болатындығы осыдан. Диагностикалық анализі кезінде жалпы қан анализінде біз байқаймыз лейкоцитоз, яғни лейкоциттердің жоғарылауы, этж-ның жоғарылауы, бұл дегеніміз қабынудың маркерлары, ағзада қабыну процесі болып жатыр. Зар анализі кезінде протеинурия, лейкоцитурия, гематурия және бактерурия байқалады. Бірақ гематурияға қарағанда лейкоцитурия басым болады, өйткені бұл жерде инфекция салдарынан. Және де біз УЗИге түсірген кездерде тостағанша түбекшелердің қалыңдауы немесе кеңейгендігін көруімізге болады. Еміне қысқаша тоқталатын болсақ, номері 7-ші диета тағайындалады және этитропты ем ретінде бұны тудырып тұрған бактерия инфекциясы болғандықтан бұған қарсы антибиотик береміз. Ол кезде цефалоспориндердің 2-ші, 3-ші, 4-ші ұрпақтары тағайындалады.